Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ әдебиетінен 3-ші тоқсанға арналған 2-ші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Берілгенде бір тапсырма өзі. Бірінші тапсырма: берілген сілтеме бойынша Нұржан Тәжекеновтың «Сағыныш» күйін тыңдаңыз. Төлеген Айбергеновтың «Сағыныш» өлеңімен үндестігі неде деп ойлайсыз? Екі туындыны салыстырып өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Шығарманың көркемдік құндылығына баға беріңіз дейді. Төлеген Айбергеновтың «Сағыныш» өлеңінде басқа ақындарда жоқ өмірге шексіз ғашық сағыныш бар. Оның «Сағыныш» өлеңі туған елге, жақындарына, табиғатқа деген сағыныш сазы болып оқырманды өзіне баурайды. Өлеңді оқыған сайын өмірге деген құштарлығың оянады. Өлеңнің басы «Сағындым жаным мен сені» деп басталуымен ақын бірден менің сырласыма айналғандай болады. Ал Нұржан Тәжекеновтың «Сағыныш» күйінде балалар үйіндегі балалардың ата-анаға деген сағынышын күй арқылы жеткізеді. Нұржан Тәжекеновтың «Сағыныш» күйі мен Төлеген Айбергеновтың «Сағыныш» өлеңі бір-біріне өте ұқсас. Екеуі де сағыныш сезімі туралы, тақырыбы да сағыныш. Екі шығарма авторлары да оқырманға әртүрлі сағыныш сезімдерін жеткізген. Екі туындының да өз ерекшеліктері бар. Біреуі күй болса, екіншісі өлең. Шығарманың көркемдік құндылығы, жанрлық ерекшелігі поэзия. Өлеңнің өлшемі 4 шумақтан, 18-19 буыннан, 2-3 буынақтан тұрады. Екі туындының да көркемдік құндылығы өте жоғары, барша адамзатқа сағыныш сезімін қандай болатынын көрсетеді. Осымен БЖБ тапсырмалары аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.